Әжем! Балапаным, аман келдің бе? Мен сенің достарың шақырып қойдым. Қазір асық ойнайсыңдар. Атаң амандаса ғой. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Қарадан ақсамсақ бала келді. Сен асықты білесің бе? Әже! Балалар мені асық ойналамайсың деді. Балалар, менің балам қалада тұрса да ол асықты біледі. Қанеки отыра қояйықшы. Балалар, асық ол тек қана сүйек емес, ол халқымыздың тарихи жәдігері. Біз хан талапайын ойынын білеміз бе? Хан талапай деген не? Асық жинау. Дұрыс, асық жинау. Хан талапайдың ең бастасы қалай аталады? Оны қандай түске ойнаймыз? Қызыл. Ал кәнеки хан талапай ойнайық. Ал кәнеки жинайық балалар. Хан кімде? Неге? Тамаша, хан қуанышта. Мына жерге асығымызды тігейік балалар. Тезірек қазір асық ойнайық. Асықтарымызды құрайық балалар дедім. Ой, бәрекелді. Жарайсың. Жарайсың, тағы да. Алақай, мен жиндім. Тамаша, тамаша. Балалар, бүгінгі ойында кім жеңді? Қуаныш. Тамаша, қуаныш жеңді. Ал біздер асық туралы тақпақ білеміз бе балалар? Ал айтайықшы. Қойдың асығы жемейміз, қасиетті мұра дейміз. Ойынға біз пайдаланып, жеңіс жолын іздейміз. Менің немерем де біледі. Хан талапай ойнаймыз, ептілікті қолдайып, төрт түліктің асығын дорбамызға жинаймыз. Тамаша. Келіңдер балалар. Дастарханға жиналып, атаның батасын алайық. Ал бата тыңдайық балалар. Қолымызды жаяйық. Ақылын асқан дана бол, ар намысын таза бол. Ата-ананың қуанышы, елінің адал азаматы бол. Әумин.